Құрметті көрермендер, сіздерді біздің каналымыздың дамуына үлес қосып, демеуші болуға шақырамыз. Сондай-ақ біздің әр видеомызға лайк басып, біздің каналымызға тіркеліп, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Қостанай. Құрметті Ерлан Жақанұлы, облыста жұмыста жүргізіліп отыр. 18 миллиард теңге бөлінді. Және 8 қазандықтың күрделі жөндеу жұмыстары өтіп жатыр. Барлығы қарап отырмыз. Жаңағы біздің былтыр бойынша, мысалы Арқалық қаласын жаңа айтып өткендей пускалау жұмыстары осы қазан айында біз аяқтаймыз. Рудный қаласы бойынша биыл қомақты қаражат бөлінді. 10 шақырымнан астам жаңағы теплосет жұмыс жүргізіп жатыр. Осы жаңа қыркүйек айының жұмысын бәрін біз бітіретін боламыз. Бұл қай қала бойынша? Бірінші жаңа айтқаным. Рудный бойынша сұрады ғой. Да, по городу Рудный 10,3 километра под замену. Это деньги были выделены из РБ, из местного бюджета. Работы уже по всем проектам уже идут полным ходом. Мы хотим их завершить до конца сентября. Особенно на тех аварийных участках, где в прошлом году были частые порывы. Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі депутат Жайымбет Мархабат Жайымбетұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті әріптестер. Өздеріңізге мәлім, энергетика саласы мемлекеттің экономикалық дамуының негізгі көрсеткіші. Мемлекет басшысы энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызын атап өткен болатын. Азаматтардың жайлы өмір сүруі де осы саланың дамуымен тікелей байланысты. Өкінішке қарай, қазір энергетик бағыты қиын кезеңді бастан өткеріп жатыр. Саладағы олқылық салдарынан бүтін қалалар жылусыз қалғанды білеміз. Оған Екібастұз, Риддер, Петропавл, Степногорск қалаларында ғазап апаттар дәлел бола алады. Келесі қысқа бұл қалалар дайын ба? Қайталанбайды ма? Кім кепілдік береді? Үлкен сұрақ. Яғни қордаланған мәселе көп. Мұны жоғары аудиторлық палатаның энергетик саласына жүргізген мемлекеттік аудит нәтижесінде аңғару қиын емес. Басқару жүйесінде олқылық көп, қаржы тиімсіз, мақсатсыз жұмсалған. Елден ештеңені жасыра алмаймыз. Мұның бәрін біледі, сондықтан мәселелерді ашық айтайық. Бірінші, көптеген өңірде энергетик инфрақұрылым техникалық жағдайы нашар. Жабдықтар жоғары деңгейде тозған. Жалпы елімізде жылу электр орталықтары 40-50 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келе жатыр. Елімізде электр желілерінің 66% және ұзындығы 14 000 шақырым болатын жылу желілерінің 54% тозған. Бізді алаңдататын мәселе, оның ішінде 2000 шақырым жеке меншіктегі желілердің 77% ескірген. Ал Екібастұз, Арқалық, Риддер, Шыманайық сияқты қалалардағы желілердің толық тозығы жеткен. Соның салдарынан жыл сайын апат қайталанып тұрады. Бұл халыққа ауыр тиіп жатыр. Оған қоса жылумен жабдықтау жүйесінде 40%-ға дейінгі жылу ысырап болуда. Соңғы 3 жылда жылу ысырабы 3,6 миллион геккалория жеткен, мемлекетке 14 миллиард теңгеден астам шығын келді деген сөз. Яғни бұл далаға кеткен қаражат. Әсіресе көп пәтерлі тұрғын үйлерге жұмсалып жатқан энергия зая кетіп жатыр. Тиімділігі төмен. Ол үшін еліміздегі 55 мыңға жуық көп пәтерлі тұрғын үйдің 31%-ын күрделі жөндеуден өткізу керек. Матчасть, технология, қаржы қайдан аламыз? Тариф көтере алмаймыз бесконечно. Яғни бюджеттен бізде ограничение, инвестиция мәселесі. Ол тағы да тарифке байланысты болады. Ертең оны қайтаруымыз керек қой. Мынандай бір ұсыныс, білмеймін, менікі может быть, біреулер популистік деп айтуы мүмкін, біреулер тағы басқа деп айтуы мүмкін. Бізде Форбсте 160 миллионер мен миллиардерлер бар. Соның 20-сын 20 өңірге бөліп беру керек сияқты алдыңғысын. Давай, үкіметтің бүкіл байлығынан пайда таптыңдар, байдыңдар. Соны енді сендер үкіметке көмектесіңдер. Халыққа, билікке көмектесіңдер. Мына 20-сына 20 өңірді бөліп беректе, соған жасасын. Ұсыныста былай. Соны ойластырып көру керек. Бар ақшалары. Оның бәрі одне қалып кетпейді ғой. Халыққа, елге көмектесін, мемлекетке көмектесін. Осы мемлекеттің арқасында байыды. Құрметті көрермендер, сіздерді біздің каналымыздың дамуына үлес қосып, демеуші болуға шақырамыз. Сондай-ақ біздің әр видеомызға лайк басып, біздің каналымызға тіркеліп, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз.